Сәлем. Біз қазір мынадай найт пинеткидің алдыңғы сабақтарда 0-3 айға және 3-6 айға арналған пинеткелердің табанын тоқып үйренген болсақ, бұл сабақта біз 6-9 айлық балаларға арналған, яғни 11-де 5, 11,5 сантиметрлік табанды тоқып үйренетін боламыз. Мен бұл пинеткиді Alizé Lana Gold Classic жібімен тоқыдым. Және крючоктың номері 1,75 мм. Ең алдымен 18 ауадағы ілмек аламыз. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Мінекей, крючоктағыдан кейінгі бір көзді қалдырып, келесі екінші көздің ішінен бір көзден 3 жай ілмек тоқып аламыз. Мінекей, бізде екеуінің ішінен бір өткіземіз. Тағы дәл осы көзден екінші рет және үшінші рет. Мінекей, келесі әрі қарай әр көзден біреуден 6 жай ілмек тоқып аламыз. 1, келесі көзден 2, 3, 4, 5, 6. Келесі бізде жартылай оралған бір ілмек тоқылады. Әрі қарай әр көзден біреуден 8 толық оралған ілмек тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі соңғы көзіміз қалып тұр. Ол көздің ішінен 6 толық оралған ілмек тоқып алатын боламыз. Яғни бір көзден 6 толық оралған ілмек тоқимыз. 1, осы көзден 2. Қабаттары қалып кетпесін, мән беріп қараңыздар. 2, 3, 4, 5, 6. Келесі әр көзден біреуден 8 толық оралған ілмек тоқып шығатын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі жартылай оралған ілмек тоқылады. Одан кейін 6 жай ілмек тоқитын боламыз. 1, 2, 3, 4, 5 және соңғы 6-шы. Және ең соңындағы біздің бағана 3 ілмек тоқыған көзіміздің ішінен тағы да
3 жай ілмек тоқитын боламыз. 1 2 3. Және мына ең бірінші көзімізді біз біріктіруші ілмек жасап аламыз. Енді 2 ауадағы ілмек аламыз. Келесі қатар тоқу үшін бізде бірінші қатарымыз аяқталды. Естеріңізге сала кетейін, Найт Пинетке ақылы бұл мастер-класстан сіздер тек табанын тоқып үйренетін боласыздар. Найт Пинеткені толық тоқуды үйренгіңіз келетін болса, описаниедегі WhatsApp номеріне хабарласыңыздар. Келесі біз дәл түбіндегі көзден бастаймыз. Екінші қатар тоқу үшін әр көзден 2 ілмектен 3 рет тоқып аламыз. 1 келесі 2, екінші көз, келесі соңғы үшінші көзден 2 рет тоқитын боламыз. Мінекей, енді әрі қарай біз 15 толық оралған ілмек әр көзден 1 ілмектен тоқып шығатын боламыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Мінекей 15 толық оралған 1 ілмек тоқып алдық. Енді келесі 6 рет әр көзден 2 толық оралған ілмектен тоқып шығатын боламыз. 1 және осы көзден 2 рет. 1 және осы көзден 2 рет. Тағы 1 2. Келесі 1 2. Келесі тағы 1, дәл осы көзден 2 рет. Және соңғы рет 1, осы көздің ішінен 2 рет. 2 рет. Әрі қарай тағы да 15 әр көзден 1 реттен толық оралған 1 ілмектен тоқып шығатын боламыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 және соңғы 15. Келесі 3 көзіміз қалды. Әр көзден толық оралған 2 ілмектен тоқып шығамыз. 1 және осы көзден 2. Келесі 1 2. Келесі көзден тағы да 1 2. Мінекей, біз 1 екінші көзіміз мынау төбедегі ең қиылысқан жерінде тұрған осы көзден біз біріктіруші ілмек жасап алатын боламыз. Ары қарай 2 ауадағы ілмек аламыз. Бұл бізде екінші қатар болатын. Екінші қатарымыз аяқталды. Келесі үшінші қатар. Бірінші көзден 1 ілмек тоқимыз толық оралған. 1. Келесі көзден 2 ілмек тоқимыз. 1 және 2. Мінекей, осылайша біз 3 рет қайталайтын боламыз. Бұл бізде бірінші рет, келесі екінші рет. 1 көзден, келесі көзден 2 толық оралған ілмек тоқимыз. 1 және осы көзден 2. Келесі көзден 1 ілмек, соңғы 2 ілмек тоқимыз. 1 және осы көзден 2 ілмек тоқимыз. Әрі қарай 15 көзден толық оралған 1 ілмектен тоқып шығатын боламыз. 1 келесі 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 және соңғы 15. Келесі көзден 2 ілмек тоқимыз. 1 және осы көзден 2 ілмек. Келесі көзден 1 ілмек тоқимыз. Осылайша 3 рет қайталаймыз.
бірінші бұл. Келесі көз 2 рет 1 2, келесі 1 рет 1. Аха. Келесі соңғы 3-ші рет қайталаймыз. 1, осы көзден 2-ші рет тоқимыз. Және келесі 1 ілмек. Ары қарай келесі көзден 1 ілмек тоқимыз. Келесі көздің ішінен толық оралған 2 ілмек тоқимыз. 1 және осы көзден 2-ші рет тоқимыз. Келесі 1 толық оралған ілмек. Келесі көзден 2 рет 1 және 2. Қабат қойып кетті. Келесі көзден 1 ілмек. Келесі көзден толық оралған 2 ілмек. 1 және 2. Мінекей. Енді әрі қарай тағы да жал-жинағандай әр көзден бір толық оралған ілмектен 15 рет тоқып шығатын боламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Келесі көзден біз бір көзден 2 ілмек тоқимыз. 1 және 2. Келесі көзден 1 ілмек тоқимыз. Осылай 3 рет қайталаймыз. Яғни келесі көз 2 ілмек 1. Дәл осы көзден 2-ші рет. Келесі 1 ілмек. Тағы да 1, 2. Келесі көзден 1 ілмек. Және жібімізді осы жерден қиямыз. Крючогымыздағы жұмыс жібімізді тартып аламыз. Мына 2-ші ілмектің іш жағынан, теріс бетінен оң бетіне қарай крючогымызды шығарып алып, жұмыс жібімізді іліп ішке қарай тартамыз. Және де мына соңғы ілмектің астыңғы жағында мындай азайту бар. Сонымен қосып, ортасынан өрілгеннің ортасынан шығарамыз. Және жұмыс жібімізді осының ортасынан тартып аламыз. Мінекей, бізде басқаларынан айырмашылығы жоқ, барлығы бірдей сондай болып шықты. Енді мына жері ортасы тесік болып қалмауы үшін мен мынау соңғы ілмектің астындағысын аламын да осылай біріктіріп түйін жасайтын боламын. Мінекей, бұл бізде 6-9 айлық балаларға арналған 11,5 сантиметрлік пинеткидің табаны болатын. Іске сәт барлықтарыңызға. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.